Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Сізбен кішкене бір жаңалықпен бөліскім келеді. Сіздер уже барлықтарыңыз, может быть, естіген шығарсыздар, Америка құрама штаты Америка азаматтарына ақша беріп жатыр. Где-то $1200 беріп жатыр деп естіген шығарсыздар. Кішкентай балаларға 16 жасқа дейін $500 беріп жатыр. И сол туралы кішкене айтып кеткім келеді. Не үшін беріп жатыр, қалай беріп жатыр деген сұраққа. Ол мысалы былай, ол ақша тек қана налог төлейтін адамдарға ғана беріп жатыр қазіргі уақытта. Кімде-кім налог төледі 2018 жылы, 2019 жылы. Ал бұл жақта налогты жылына сен бір рет налоговый декларация тапсырасың. Қанша ақша таптың, сол бойынша налог тапсырасыз үкіметке. Мысалы айына $2000 айлық алатын болсаңыз, $200 сіз налог төлеу керексіз ай сайын. Сонда жылына примерно где-то $2000 налог төлеу керексіз, егерде сіз жалғыз басты адам болсаңыз. Налоговый тоже негізі көп бас қататын нәрсе, негізі мен өзім біле бермеймін дұрыс, бірақ налог төлейтін адамдарға ғана беріп жатыр. Налог төлейтін адамдар жылына орташа есеппен алғандай минимум бір адам $2000, максимум может быть $100,000 шейін төлейтін шығар налог. И сол адамдардың бәрін $1200 государстводан көмек ретінде беріп жатыр. Өздерінің ақшасын өздеріне қайтарып беріп жатыр. Государство өздерінің қалтасынан или өздерінің қалтасына алып беріп жатқан жоқ, просто алған кім налог төледі, сол ақшасын кері қайтарып беріп жатыр. Жалпы осы тағы не айтайын, налог туралы кішкене айтып кеткім келеді. Мына жерде налогты қай штат болсын, облыс болсын, район болсын, соған байланысты кімде-кім налог көп төлейді, сол районды жақсартады. Мына жақта налогты дұрыс пайдаланады. Мысалы, сіз государство ақша төлеген болсаңыз, государство сол түскен ақшаны дұрыс пайдаланады. Жолға салады, парктер салады бесплатно, мектептерге бөледі, жақсы мектептер. И алдағы уақытта үлкен проектларға бөледі, что халыққа пайдасы тиетін. Сол жалпы айтқым келгені $1200 или $500,000 просто так олар беріп жатқан жоқ. Государство олардан кезінде алғанын кері қайтарып беріп жатыр. Жалпы осы біздің қарапайым тілмен айтқанда, егер де бір адам жылына $75,000 жоғары тапқан болатын болса, егер де бір бизнесмен или миллионерларға берілмейді ақша. Егер де $80,000-100,000 табатын болса, ақшасы кішкене кішірейе береді. Может $500 беру мүмкін, может $400 беру мүмкін. И чем больше тапқан болатын болса, егер де оған ақша мүлдем берілмейді. Сондай. Ал жалпы негізі бизнесмен неше түрлі компанияларға естуім бойынша тоже беріліп жатыр деп естідім. Бірақ бесплатно берілмейді, ол бизнесмен или деген жаңағыда үлкен авиакомпания деген сияқты банкрот болып жатқан. Оларға ақша береді, бірақ қарызға береді, кредитқа береді. И сен содан кейін сен оларға государство кері қайтарып беру керексің. Поддержка сондай. Жалпы осы кішкене ғана сіздермен бөліскім келді. Ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сіздермен болған Асхат. Сұрақтарыңыз болса, тоже комментарий қалдырыңыздар. Барымша сіздерге жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.